Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың шығармашылығына тоқталамыз. Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев балалар әлемінің көрнекті өкілі. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повестің арқасында танымал болды. Бұл туынды детская литература баспасында шығып, орыс, өзбек, украин, француз, литва, латыш, түрік тілінде аударылды. Келесі сабаққа Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повестін оқып келіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Қожа, бұның не? Сабағыңды оқысаңшы, балам. Әкешім, қазір оқимын. Бұл не сипыр? Мен қайдамын? Кімсің сен? Мен неге мұндамын? Сен «Менің атым Қожа» кітабының ішіндесің. Яғни, мен өткен шақтамын ба? Иә, сен өткен шақтасың. Неліктен мен мұндамын? Сен не істегеніңді есіңе түсірші. Сен кітапты қадірлемедің, Қожа. Сонда маған не айтқың келіп тұр? Қазіргі заман дамыған заман, кітаптың қажеті жоқ. Қазіргі заманның техникалық дамуына байланысты кітапхананың болашағы жоқ деген сөздің қисыны келмейді. Себебі компьютер адам денсаулығына зиян. Сондықтан да болашақ адамның өз қолында. Кітапхананың әлі де болсын маңызы бар екенін біл. Кешір мені. Қожа, әлі де кеш емес. Бүгін саған бір күн уақыт бере аламын. Осы өткен шақ арқылы «Менің атым Қожа» повестін толығымен көре аласың. Осылайша кеште батады. Қожа сиқырлы әлеммен қош айтысып, өзінің әлеміне қайта оралады. Уақыттың біткенін қарашы. Сол жерде біраз болушы едім. Қап әттеген-ай. Әке, білесіз бе? Ұялы телефоннан басқа керемет өмір бар екен ғой. Мен кітаптың қадірін түсіндім.